Сәлем достар, біз бүгін үй жағдайында өте дәмді тағамдардың бірі месопотайский тағамын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге ол үшін 500 грамм ет, 2 дана болгар бұрышы, түрлі түсті болса тіпті жақсы. 3 дана пияз, 2 дана қияр және 2-3 тісше сарымсақ қажет болады. Ең алдымен етімізді осылай бірнеше бөлікке бөліп турап аламыз. Және оны жіңішке әрі жалпақ етіп дәл видеодағыдай турап аласыздар. Өйткені біздің дайындап жатқан тағамымыз тез дайындалатын тағамдардың бірі. Міне етті турап алдық. Енді табамызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Май қызғаннан кейін бағанағы турап алған етімізді үстіне саламыз. Оны осылай қорамыз. Өзінің еттің суы шыққанша жақсылап қорып аласыздар. Міне осылай қорғаннан кейін өзінің суы шығады, немесе кішкене аздап кесенің түбінен су құйып, бетін жауып, баяу отта 20-30 минут бұқтырамыз. Еттің қаттылығына байланысты ол. Қатты болса ұзақтау пісіресіздер 30 минуттай. Біз осы аралықта пиязымызды турап аламыз. Пиязды осылай дана-дана, яғни жапырақтап, 4 бөлікке бөліп, дәл видеодағыдай турайсыздар. Менде бұл жерде орташа пияз болғандықтан осылай 4 бөлікке бөлдім. Үлкен пияз болса 6-ға 8-ге бөлсеңіздер болады. Және оны арасын осылай ашып, осылай жапырақтап, барлығын ашып шығамыз. Міне пиязымыз турап дайындап алдық. Біздің етімізде мына 20 минут бұқтырылды. Енді осының үстіне отты күшейтіп, бағанағы турап алған пиязымызды саламыз. Оны осылай араластырып, 2-3 минуттай қорамыз. Одан соң үстіне жарты шай қасық тұз саламыз. Тұзын көп салып қоймаңыздар, өйткені қазір біз соевый соус қосамыз. Және кішкене аздап қара бұрыш саламыз. Және 2 дана лавр жапырағын салып, осыны кішкене араластырып, 1 минуттай қорып аласыздар. Одан соң біздің етіміз жұмсақ болып пісу үшін кесенің түбімен кішкене су құйып, отты барынша баяулатып, бетін жауып, тағы да 5-10 минут етімізді бұқтырып аламыз. Бұл етіміз бұқтырылғанша пиязбен бірге біз қалған көкөністерімізді тураймыз. Бұл жерде болгар бұрышын осылай 4 бұрыштап турап аласыздар. Бұл жерде түрлі түсті болуы міндетті емес. Кез келген түстегі болгар бұрышын қолдансаңыздар болады. Міне болгар бұрышын турап алдық. Енді 2 дана қиярымызды тураймыз. Оны да осылай ұзынша етіп, жіңішке етіп, дәл видеодағыдай турап аласыздар. Міне қиярымызды турап алдық. Енді 2-3 тісше сарымсақтарымызды осылай 2 бөлікке бөліп, сарымсақ езгішпен езіп аламыз. Немесе майдалап турасаңыздар да болады. Міне біздің сарымсақтарымыз да дайын болды. Енді біздің етіміз бен пиязымыз өте жұмсақ болып бұқтырылды. Етіміз тіпті дайын десек те болады. Енді осының үстіне отты міндетті түрде күшейтіп, қиярымызды салып 2-3 минуттай қорамыз. Бұл жерде қияр міндетті емес, басқа да көкөністерді қосып, өз қалауыңызша пісірсеңіздер де болады. Одан соң болгар бұрышын саламыз. Бұл болгар бұрышы мен сарымсақты ең соңынан саласыздар, өйткені олар қатты езіліп кетпеу керек, өйткені түрі жақсы болмай қалады. Осындай сәл жартылай шикі болып піскені дұрыс. Сарымсақ пен болгар бұрышын салып болғаннан кейін жақсылап 1 минуттай араластырып қорамыз. Одан соң 4-5 ас қасық соевый соусымызды құямыз үстіне. Бір араластырып аламыз да қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін оттың астын баяулатып 5 минут бұқтырамыз. 5 минуттан көп емес, өйткені одан көп болып кетсе, біздің болгар бұрышымыз барлығы езіліп кететін болады. Міне 5 минутымыз өтті, қарасаңыздар түрі өте әдемі болып шықты. Міне біздің месопотайскіміз дайын болды. Бетін жауып, оттан аламыз.
Енді гарнирін дайындайтын боламыз. Гарнирге мен күрішті таңдадым. Бұл жерде 1,5 кесе күріш. Күрішімізді сыртындағы крахмал тазарғанша жақсылап жуып аласыздар. Мына жерде мен алғашқы жуған суымды қарасаңыздар, аппақ болып тұр, иә. Енді осы суымыз мөлдір түске енгенше, міне осылай мөлдір түске енгенше күрішімізді 3-4 мәрте жуасыздар. Одан соң суын төгіп дайындап аламыз. Енді ыдысымызды отқа қойып, үстіне 3-4 ас қасық сұйық май құямыз. Осының үстіне бағанағы күрішімізді салып, осы майда 2-3 минуттай қуырамыз. Екі минут қуырғаннан кейін оның үстіне қайнап тұрған бағанағы күрішті өлшеп алған кесемізбен 2 кесе су құямыз. Қайнап тұрған су құйылу керек. Одан соң араластырамыз және жарты шай қасық тұз саламыз. Араластырып жіберіп, енді қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін оттың астын барынша баяулатып, бетін жауып, баяу отта 25 минут ұстаймыз. Міне 25 минут өтті. Қарасаңыздар, менің күрішім өте шашыраңқы болып пісті. Қазір сіздерге араластырып көрсетейін. Міне осы тәсілмен пісіріп көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және мынау суға салып, оны салқын суға салып, одан өзінің бойындағы тұздың дәмі кетіп қалады. Ал бұл жерде бәрі өзінің бойында сақталады және шашыраңқы болып піседі. Күрішіміз дайын болды. Оны тарелкемізге осылай салып алып, жан-жағына бағанағы мясо по-тайскімізді осылай салып ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.